ғой. Анадан үлкен ешкім жоқ. Сол ананың тілегіндегі тілек кісілерге мен түгел қосыламын. Bir сөзі артық емес, bir сөзі кем емес. Енді өзім атымнан бір кішкене ғана бір сөз қосайын. Әңгіме былай, балалар. Сендер жаңағы апайлар айтпақшы, бақытты болуға жүгіре беру, жүгірсең, секірсең, ұмтылсаң кете бермейсің. Сол үшін қызмет болу керек. Тәрбиелік деу керек, еңбек ету керек. Сендер сол еңбек жолын еш уақытта жалықтырмасын. Еңбекте мықты күш, қайрат, жігер болсын. Сол еңбектен еге салыңдар, жұртқа халыққа салыңдар. Одан кейін сендер халықтың езілесін, мемлекет аспанға көтерсін. Мен сендерді төмен деп ойламаймын, төмен болмаңдар, жоғары болыңдар. Кейіннен мынау облыстық, аудандық, республикалық деңгейден балаларымның фамилиясын оқыған кезде мен соның қасында мен тұрмын да, ол мен жоқпын, мен жазылмағанмын. Бірақ бәрібір соның мен өзім оқыдым, мен бармын деп ойлаймын да мен жұқамақсынан. Міне, мына қыз менің оқушым. Сіздер солай көбірек шығыңыздар, көбірек дендерің сау болсын, мақсаттарың биік болсын, дендерің сау болсын, амандық, тыныштық, қуаныш көп бола берсін. Енді рас, жаңағы үлкен рахмет. Міне жақсылап тойды атқаныңыздар бәрі сіздерге байланысты. Бұрынғы оқытып жүрген сияқты қайт десеңіздер қайтып кетеміз, қайтпай отыра береміз, отыра береміз. Ал енді бүгін біздерге ауыспайтын шығармыз деп ойлаймыз. Баяғыдай 12-де бітті 12 болды, қайтып деп айтпайтын шығар деп ойлаймыз. Отырыңыздар, рахмет сіздерге үлкен. Ал енді жаңағы апайлардың сөзіне қосыламын деп бұл Әділ ағайымыз айтып кетті. Сондықтан да ансамбль анашым әне. Арқашында тұйықты да сүйікті. Сондықтан да мектеп директоры Бекең ағайымызды, Белбай ағайымызды ортаға шақырамыз. Жошы ағайымызды және Әлі ағайымызды ортаға шақырып, сіздердің ақыл да дәрісті әрі сәнді сөздеріңізді естігіңіздер отыр. Келіңіздер ортаға. Отырады деймін, шамасы. Ал, оқушы жолдастар, ұстаздар,
Hoş yerde jinalıp otgan agayın, tuğuskanlar, bäriňizdiň den sağlygyňyz aman bolsun. Mına ballar baqytly bolsun. Osu ballardy şakirt kılıp okutkan mına agaylaryň häzir batasyny bereýin depdir. Bata menen yer gögöret, jawab menen yer görgöret degen. Sizler aman bolsaňyzlar, bizler sizlerdiň arkalaryňyzda gün görüp jüre beremiz endi. Kazgu'da bitirgen Arabi 25 yıl artist bolgan. Soqda mektepke arnap bir-iki ağız ölen yazıp et, sonu okup bireyim. Sizler sizlerden. Moynuma kazılmasın beke. Koyulur. Selam kat deydi jağı. Kudamın atı Əzirxan Batırjan. Ispancar Kömeyit'tin tuğan nimelesi. Altın sarayın ikisinden jaralgan, üç kısından jaralgan. Kömeyit'tin təlimden naralgan. Şakirtlerge bilim bergen ustazlar, özlerinden bastaladı bararman. Mektepte menin ötken balaşağım atadan algan talay tälim ilim, жақсылыққа жаныңды жақын etken, unutpasın ustazlar danalığın. Amraylar Қазақta şişindirgen, şişindirip, İspancar okutkan bala jiyip, ustazlarda әрқашан kadır tutan, her daim ululuğu tursun biyik. Ustazlar жақсылыққа жол ашады. Қолында әр шәкірттің болашағы, өмірге болашаққа өрлететін ұстаздың бізге берген шырақ шамы. Арқа сүйері алдағы тірегіміз, оқушы деп соғады жүрегіміз. Әрқашан аман болсын мұғалімдер, осы біздің Құдайдан тілегіміз. Әзірхан Батыржанов, Шымкент қаласы деп айтқан еді. Оған өзім қосатын бар еді. Нұрбай қарап айтайын. Талай қызулардан ата алдым. Әркімдердің досы болып ата алдым. Шыңғырының өзіге тұрады. Нұрбай мен соғысыған бақа алдың. Әрі патшаң, әрі сенің құлыңмын. Болса деймін сендей досы ұлымның. Асшының өзіге тұрады. Өзіңменен бөл тапқан шылымның.
Sonumuzga çıktı aziz Surmergen, Araktaktın. Surmergen'e bıraktanız sömürmen. Kıyınlıktın önüne turadı. Osundayda, dasırxanda birge kesip bürilgün. Ömür degen ulu teniz, keng dünya jatkan şalkap, teniz sırın bilmeseniz, ap ketide tüppe tart dep, ahmaqlarımız aytpan koy. Ballarım-ау, kızlarım-ау, baş koşkanların kutlu olsun. Sende şu yüreğim jarıttı, eldi, budan keyin de taq söz sabala verdim keyin, kızgandan keyin. Al bizim mınау құрметтеп, бүгін дастарханға шақырып отырған, мынау мектебімізді 20 жыл бұрын бітірген енді шәкірттеріміз. Мынау енді сіздердің ауылыңызға келіп, туған мектебіңізге, оқыған мектептеріңізге келіп, туған ауылдарыңызға келіп, тек өздеріңіз емес, мынау жігіттер, келіндерді алып келіп, қыздар, жаңағы балаларымызды алып келіп, кішкентайларды қоса алып келіп, бізді қуантып жатқандарыңыз, бұл үлкен азаматтық. Мынау азаматтықтарыңыз өмірде арта берсін. Жаңа әдекең айтып кетті ғой, кішкентай кейде газеттен оқып қалсам деп, әлгі қазақта газет емес ең негізгі құрал. Пәленше қалай екен, жағдайы қалай екен дегенде, жақсы екен, өсіп жүр екен, осындай сәлем айтып жатыр десе, біз өте қуанамыз. Сол дендеріңіз сау болып, азаматтықтарыңыз арта берсін. Мынау бүгінгі келіп, елге келіп, мектепке келіп, одан мынау ағай ұстаздарыңызды дастарханға келтіріп жатқандарыңыз, бұл үлкен бір өздеріңіздің адами адамгершіліктеріңіз. Бұл енді басқа өздеріңізден кейінгі жастар үлгі алатын нәрсе. Мынау ауылымызда қазір 4-5 жыл болып қалды, осындай бір дәстүр жалғасып келе жатыр. Бағана айтып жатыр ғой, қазір ауылда да өзі жұмыссыздық, мынау мектепті енді мен қазір басқарып жатқаннан кейін басқарған адамға өзі де осы ауылда осындай тірліктер болып, елдің көңіл күйі жақсы болып, біреу жабырқамай жүрсе, біз соған үлкен қуанып қаламыз. Мынау сіздерді көріп, ел сондай бір көңілі өсіп жатыр. Жастар осындай болсақ деп жатыр. Міне, сол азаматтықтарымыз артсын, әрдайым қуанып жүре берейік. Мынау алдымызда ағалар, ұстаздарымыз тұр. Бұл кісілер енді аман есен болсын. Біз де осы ағаларға ұқсап, кейін көп сөйлейтін бірақ, қазір осында барайын. Рахмет. Ал енді сіздер енді осыншама біраз уақытыңызды алдыңыздар. Енді бимен уақытыңызды алсаңыздар деген ойымызда бар. Ансамбль біздің репертуарымызда шалдарға арналған қандай би бар? Бейдіңіз тамашалайықта, сіздер бейсіз билеттеріңіздер. Жоқ, ондай енді. Ал! Шақырастыр ғой? Шақыру керек. Бірді шақыр. Orada bir kim bu?
сипаттан айтпау керек. Өйткені олардың тойы, олардың қызығы, олардың қызғанышы, олардың көңілі. Сондықтан да осы жерде отырған бір жақсы, өзім жақсы көретін, осы Аққолтық облысына келіп тәлім тәрбие берген, көңілінде көтерген, жүректерінің сезімін енгізген Асылхан ағай мен Мәруаш апайға тост берейін деп тұрмын. Келіңіздер ортаға жұп болып бір әңгіме айтыңыздаршы. Ал құрметті мынау 20 жылдық тойға, мерей тойға келген шәкірттер, келген қадамдарың құтты болсын. Мынау 20 жылдық, 25 жылдық, 30 жылдық деген дәстүр болып жатыр. Өте жақсы дәстүр басталып жатыр. Жаңа біздің Бекең айтып жатыр ғой, 3-4 жыл болды деп. Сендер қайда жүр екен деп, сендер немен тыныстанып жатыр, қандай ауамен қоректеніп жүр, қандай еңбекпен шұғылданып жүр деп біз ауылда Аққолтық елді мекенінде ойланып жүрсек, сол бір өздеріңе есеп беріп, тіршіліктеріңді, еңбектеріңді, қандай ауамен тыныстанып жүргендеріңді біз мінекей өздерің арқылы, мынау бала-шағаларың арқылы, сендер арқылы келіндермен танысып, мінекей бүгін көріп, көз қуанышына бөленіп отырмыз. Сендер қалай жүрсеңдер, сендер қалай күлсеңдер, біз де солай күлеміз, сендерменен біз тыныстанамыз. Өйткені біздің болашағымыз сендерсіңдер. Сендер қалай мектептен тәрбие алған болсаңдар, біз де сол тәрбиемізді өздерінің өсіп бүгінгі үлкен жігіт болып, бір-бір шаңыраққа ие болып, мынау үлкен азамат болып, оқып, ол оқығандарыңды көңілге түйіп, әрі қарай жалғастырғандарыңа біз өте қуаныштымыз. Сол арқылы біз өзімізді бір жасап, қанша 20 жыл, 30 жылға біз есейіп, сендерменен сондай керемет көз қуанышта болып тұрмыз. Мінекей балалар, сендердің қадамдарың тағы құтты болсын. Мынау 3-ші мыңжылдықтың алғашқы 20 жылдық мерей кездесулерің тағы да құтты болсын. Мына үлкен шаңырақ болып, мына апайлар айтып жатыр ғой, бізде немере сүйіңдер деп, немере сүйіңдер, шөбере көріңдер. Біз ертең үлкен қартайған адам болсақ, сонда сендерді осы біз сияқты үлкен 50 жасқа, 60 жасқа келгендеріңді бізде көріп жүрейік. Менің классымда 6 осы 20 жылдықтың қазіргі балалар оқиды екен. Қуаныштымын, 6 шәкірттерді сендер арқылы көремін. Мынау жаңа Раушан апай бір тыныс кейін шегініп жатыр ғой, сол 1 минут уақыттарыңды алайын. Мен 70-ші жылы осы мектепте Асекең екеуміз келіп, алғашқы Аққолтықта Шоқан Уайханов атындағы 8 жылдық мектепте келіп, бұйрық алып келгенімізде, осы директор ағай мені шақырып алып, таңертең кел жұмысқа. 4-ші сыныпты қабылдайсың деді. Осы Тұмар менен Әбілқасымдар қазіргі. Сосын мен келіп жаңағы мақұл деп өзімнің енді беріп атырым ғой. Сөйтсе Қарлығашты шақырып кел деді. Қарлығашты барып шақырып келсем, Қарлығашым жоқ үйінде. Қайда кетті десем, бір дос қызы бар екен, соны күйеуге аттандырып, сонымен бірге кетіп қапты. Содан директор ағай Қарлығашты сыртынан әттен ұрысты да, давай сен 4-ші сыныпты оқытпайсың, сен 63-ші жылғы сол кездегі 1-ші классқа жаңа программамен соны қабылдайсың, оны Қарлығашқа беретін еді, енді сен қабылда деп, 4-ші сыныпта Қарлығаш қалды да, ол өйткені ұстаз ғой, енді менен бұрын кішкене тәжірибесі бар. Сөйтіп мен сендерден құр қалғанмын. Мінекей құр қалсамдар да сендерді өзім оқытқандай болып сезініп, сендерді менен бірге жүргеніме өте қуаныштымын. Мінекей балалар аман есен тағы да 40 жылдықтарыңда, 30 жылдықтарыңда кездесе берейік. Қадамдарың құтты болсын. Рахмет. Қарлығаш апайды қимаймыз, біз әрқашанда сізді сыйлаймыз. Құрметті әріптестер, құрметті осыдан 20 жыл бұрынғы шәкірттер. Мен мұғалім болып келгенде сендер бір жасар екенсіңдер, менің өзім жүзбен бірдей болып, стакан соғыстырып отырмыз, соның өзі неге тұрады.
Biz endi көп сөзге жоқ адамбыз. Дене тәрбиесінің мұғалімдері көбінесе айтады, және рассказывать, показывать, біз көбінесе практически көрсетеміз. Біз сендерге тек қана жақсылық тілейміз, отбасыларыңа амандық тілейміз, өсіңдер, өніңдер, мынау дастархандарыңа шақырып, сыйлағандарыңызға рахмет. Тек қана жақсылық тілеймін бәріңе. Рахмет. Ал енді біз Марошигіміз, енді біз гимнастикада үйретеміз, боксты үйретеміз, вальсті үйретеміз. Біз школда программада бар, школьный вальс деген, біз вальске билет берейік. Рахмет. Футбол туралы айтпай кетіңіз ғой. Бүгін осыдан 17 жыл бұрын қарыз болып кеткен жігіттер бір-бірімен қайтадан кездесті, жарыстағы ойнады. Теңнің аты тең екен, ол кезде де тең болса, қазір де тең болды. Жалпы есеп бірде бір болды, основной уақытта, одан кейін дополнительный уақытта да 0-0 болды. Одан кейін пенальти берістік, онда да 3-3 гол соғып, жалпы есеп 4-4 болып неше аяқталды. Жалпы тең екесіндер жігіттер, екі класста, рахмет. Тең болғаннан кейін тең жүрміз ғой, айтпаса шашырап кетедік. Ал енді ансамбль, жаңағы танго, вальс, дамский вальс. Женщины приглашают мужчины. Мужчины. Кому? Мужчины. Бұл жерде бізді бірінші класстан үшінші классқа дейін А десең Б деп айтамыз, сол кезде А деп айтқан адамның жолдасы отыр. Ол біздің ағамыз Тұрсынбек ағай. Сонымен қатар осы жерде жаңағы осы қазіргі уақытта осы Шоғыры Реған мектебінің басқарып отырған Бекең ағамыздың үйіндегі жеңгеміз отыр. Сонымен қатар Мұқаш ағамыз отыр, Мұқаш ағамыздың үйіндегі жеңгеміз отыр. Осы 4 кісіні ортаға шақырып, әдемілеп әңгіме айтсақ деген ойдамыз. Егер шықпаймыз десеңіздер қарсы емеспіз, бірақ сіздер шығамыз деп жұлқынып шығыңдаршы. Келіңіздер ортаға. Hayya 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 hayya.
Sizge bunu olu köş ömrünün avmalı tökbül zamanlar bulmadık. Sondaylar saatleri ülkün yengbekte turmuşta satılıktır dileyim. Katarlarınız siyemey osunday kırkçılıklarda tosuk durayım. Oldu bu söylemek lazım. Oldu kesin söylemek. Bana yakısı da asker zamanı prezident. Oldu bu söylemek. Bugün bu şakir Keze kalaga bu, keze жасаған тойларыңыз, қуаныштарыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұлассын, отбасыларыңызда бақытты болыңыздар, ұл қыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Сіздер аман есен болып жүрсеңіздер, біздер мына жақтан қуанып жүре береміз. Ауылымыз аман есен болсын, еліміз тыныш болсын, бақытты болыңыздар. Мен де осы көпшіліктің тілегіне қосыламын. Біздің барлық тілегіміз сендерге қабыл болсын, дендерің сау болсын. Нұрбай, мынау сен мен жеңге деп атсың. Мен сенің жеңгең болмаймын, сенің нағашы апаң боламын. Сенің парадам өйткені маған тартып тұр. Түсің ба? Мен сенің нағашы апаң боламын. Енді сен жас білмеген шығарсың. Енді бұдан былай кімнің кім екенін біліп жүр. Senin әкең туған балды. Көп рахмет. Сіз беған нағашы боласыз ба, басқа боласыз ба, бірақ осы аққолтықтың келесіз. Жоқ. Сондықтан да анау мұны әңгіме айтпаңыз маған. Аққолтықта кім жүр? Аққолтық болса, осы жерде өздеріңіз тұрсыздар. Ал енді бірге бір деген бар. Бірге бір дегенге бір куплеттен екі куплет жалғастырады. Соған әуреге дүш деген әңгіме бар. Оппо, бір мақұл. Сіздердің құрметтеріңізге осы жерде жаңағы сіздерді құтқарып басқа қыламыз деп жатыр. Әрине сіз менің әпшемсіз, жезе деуіме болады, бірақ мен енді өзімнің туған елімді сатпаймын. Бұл әрқашанда ағам, әрқашанда сіз маған жеңге боласыз. Енді мағынау деп айтасыз ба, мынау деп айтасыз ба, мен шаруам жоқ. Ал енді сіздер үшін қазір өзіміз бір нәрсе ойлап табамыз, отыра беріңіздер. Рахмет үлкендерге. Рахмет. Қайтарып жүріп кейіннен барып түсініп, амал жоқ. Нұралы ағайымыздың жақсы екендігін біліп қосылған шын апайымызға, және Нұралы ағамызға келіңіздер ортаға, сөйлеңіздер, билеңіздер, өз өнерлеріңізді көрсетіңіздер. Апайымның сөзінен кейін өзім өлең айтамын. Нұреке, мынау рахмет. Мынау біз енді әскери адам болғаннан кейін көп сөйлемейміз. Жаңа үлкен ағаларымыз, апайларымыз көп жақсы ұлағат сөздер айтты. Мен соған қосыламын. Бізде тек қана бұйрық деген болады. Сол сияқты сіздердің 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Тек қана сіздерге жақсылық, қуаныш, Soğuk olmaz,
Сендерді көріп, бала шағаларын көріп, ойпырмай біз бірталай жасқа кеп қалыппыз ғой деп еске түсіріп жатырмыз. Дендерің сау болсын. Мынау сендерге рахмет. Мұғалімдерді еске алып рахметімізді айтайық. 20 жылдық ойларыңды ойлап жүрген ойларыңды бөлісейік деп достарымды бір-біріміз деп келіп, бізге дастархан жайғандарына көп рахмет. Дендерің сау болсын. Бастарың қосыла берсін жақсылықта. Рахмет барлықтарыңа. Ду қол шапалақ. Сіздер үшін мен айтам. Мынау құдай болады. Дамский вальс. Девушки, приглашай. Нет, мужчина, мальчик. Бұндай апайды тапсырдыңыз. Рахмет сізге. Сондықтан да сіз үшін бір өлең. Менің бір келіншегім айтқан өлеңім бар еді, бірақ сіздің атыңыздан бір апайын айтайық. Дамский вальс. Үйге тек қана келіншектер мен қыздар шақырады. Ал. Маған айтшы, көңілсіздік менде сондай, сен немен түсінсеңші, сенсіз өмір маған қандай. Жүруші едік көп сөйлемей, кездесуге кезі келмей, сонда да маған қымбатсың, махаббат жоқ маған сенбей. Айтшы жаным тек шыныңды, түсінбедімнен сараңда, сұрап сенен өтінемін, және арнап жырымды. Есімде сол бір күнде, қыдырушы қайлы түнде, есіңе сол күндерін ұмытпаймын бәрімді. Сенге тастап сол сөзімді, қапсаң егер бақытыңды, бақытты бол дегеніңмен, босатамын мен басыңды. Айтшы жаным тек шыныңды, түсінбедім сырыңды, сұрап сенен өтінемін, және арнап жырымды. Түсінбедім мен сырыңды, сұрап сенен өтінемін, және арнап жырымды. Көп рахмет, бақытты болыңыздар, ұзақ өмір сүріңіздер, бір-біріңізге әрқашанда жанашыр болыңыздар. Мен сіздерге соны тілеймін, басқа ешнәрсе дей алмаймын. Жұлдыздарыңыз жарық болсын, жұлдыздарыңыз сөнбесін, әрқашанда жұлдыздарыңыз жоғарыға жарық болсын. Рахмет сіздерге, сөздеріңізге, бізге айтқан қызметтеріңізге. Сіздерге де рахмет, көп рахмет. Айтшы жаным тек шыныңды, түсінбедім мен сырыңды, сұрап сенен өтінемін, және арнап жырымды. Когда ты же поешь меня, успокойся, Самара, успокойся. Ты сын солдаты? А ты сын солдаты? Ал енді сөз кезегі өздеріңізде. Мына осы үш жігіт осы тойды, отырыстың барлығында ұйымдастырған осы жігіт. Менің де қатысым жоқ, басқаның да қатысы жоқ. Бірақ енді косвенный қатыстарымыз болды енді. Бірақ енді оны айтып мақтанбаймыз. Бірақ осы үш жігітке құрметтеп,
бүгінгі отырыстың да жандырған да күйдірген де күлдірген де осы үш жігітке тос береміз. Жоқ, бұл жерде жаңа тамаданың өзін айтуға ұялған болу керек. Нұрбай, Гүлжанатты шақырамыз ортаға. Нұрбайдың өзі де осында тұрып әңгіме айту керек қазір. Гүлеке келіңіз. Қолын қалтамы салып тұрмын. Қолыңыз шығарыңыз, қазір жаз ғой енді. Пока мен сөйлей берейін енді. Микрофонды алып қалдым ғой қолыма. Құрметті ағайлар мен апайлар, мына бүгінгі 20 жылдық мерекемізге алтын уақыттарыңызды бөліп келіп отырғандарыңызға көп рахмет. Біріншіден, екіншіден бүгінгі күндізгі церемония барлығы өте жақсы деп ойлаймыз. Жақсы өтті деп. Бүгін келіп отқан класстастардың 20 жылдық мерекесіне күнде бұндай кездесу бола бермейді. Барлықтарыңды шын жүректен құттықтаймын. Өте қуаныштымын өздеріңді осылай көріп отқандарыңа. Өздерінің семьяларыңмен, өздерінің жандарыңмен, жолдастарымен келіп бүгін бір дастарханда кездесіп отырғанымызға. Сөйлей берейін бар ғой? Жігіттер мен қыздар, шамал 12 болса да шамал ұйқыларыңды ашып, бүгін таңғы сағат 6-ға дейін, 7-ге дейін отырамыз, асықпаңдар. Сондықтан кейбіреулердің көздері бүйтіп отырған сияқты да, әлі ертерек жігіттер. Сондықтан тамақты басып жеп алыңдар, пока тамақ беріп тұрғанда, кейін біраз келмей қалуы мүмкін. Құрметті ағайлар мен апайлар, бірінші мына сіздерге арнаған, ұстаздарға арналған бір-екі шумақ өлеңім бар еді, бірақ бұны өзім жазбағам. Өзім жаза алмаймын, бірақ енді оқып берейін деп едім де, өте өзіме ұнады. 20 жылдық тойына арналған сол мектептің түлегі Жандабек Болаттың атынан ұстаздарға, класстастарыма, жолдастарыма барлығына. Ассалаумағалейкум ұстаздар, бәйтерегім, сіздерменен көрікті қазақ елім, ұстаздар ғылым, білім, үлгісі деп айғайлап жер шарына айтар едім. Ұстаздарым, еңселі емендерім, ақылдың қайнар көзі кемеңгерім, балдырған бала кезден есте қалған, ақылды азамат бол дегендерің. Ұстаздарым, қорғаным, орманым, өздеріңді құттықтау бар арманым. Сол кезде мен сіздерге оқушы болып, дәл осы ұлттықтан жаралғанмын. Сіздер ардақты даналарым, бала кезден сіздерді паналадым. Шәкіртке білім берген ұстаз үшін сіздерге қарыздар ғой балаларың. Ұстаздарым, жүріңдер асқар болып, шапағатың шәкіртке аспан болып. Ұстаздарым, ұстаздық жасай бергін, жазылыңдар әрқайсың дастан болып. Деп осы екі шумақ өлеңді, екі шумақ тақпақты сіздерге арнаймыз. Барден кейін тағы сөйлемесем болмайды, нөшеді. Өзім сөзіне өзім қарағаттанға тұрымда, шамал біраздан кейін. Қадірлі ағайлар, апайлар, ұстаздарымыз біздің мынау қазіргі еңбек етіп жатқан, болмаса қадірлі демалыста жүрген біздің аяулы ұстаздарымыз. Мынау әрқайсыңыздың орындарыңыз бөлек. Әрқайсыңызға өздеріңізге тиесілі характерлеріңіз, мынау тірлік ету нелеріңіз, мынау өзіңіздің шәкірттеріңіз мінекей 20 жыл деп айтқан әңгімеміздің өзі, қарап отырсаңыздар, сіздерге біз шәкірт болғанымызбен өмірдің өзі мынау 2 жылсыз 40-қа келтіріп қойыпты бізді. Сол сияқты мынау отырған менің жолдастарым, класстастарым, оның аяулы жолдастарым, өздеріңіз сияқты бұлар да үлкен азамат, әрқайсысы бір үйдің шаңырағын нағып отқан бір үйдің. Қазір әрқайсысы әр жерде өз заман тіршілігімен өмір сүріп жатқан, заманның ағымына ілесіп, мынау нені көбейтіп жатқан жаңа жігіттердің несі ал еңбек етіп жатқан ұстаздарымызға мынау тағы бір еңбек жұмыстарыңыздың аяқталуымен, істеріңіздің абыройлы болуымен құттықтаймыз.
Bilеміз, апайлар, ағайлар, мынау енді сіздерге айтар тілегіміз мынау. Сіздердің арқыларыңызда осынша нағып жатырық қой, шын айтқанда былай. Кезінде оқымағанбыз. Оқымасақ енді жұрттан қатар қалған емеспіз ғой, енді жасыратын жоқ міне. Мынау Рошан апайымыз бар біздің, әрі Жош ағайымыз бар. Өшеде бізге Тұрсынбек ағайларымыз бір сабақ берген кезінде. Сол кезде Тұрсынбек ағайымызды бастандыруға сізде түк шықпайды, басымызда жарған ағай. Сол кезде біз ойлаушек, бізде ұраттып ол кезде біз түсінбейміз ғой, жасыратын жоқ. Сөйтсек бізге Тұрсынбек ағай бізге оқысын, өсін деп ұра деген оған. Тұрсынбек ағайға өте шын айтқанда арзанбыз. Мынау ағайларға, апайларға шын айтқанда бұлай жойсылайтында кез келеді ғой әлгі, таңға таяу ол. Апайлар, мынау ағайлар, жаңа шыны айтайын енді, сіздерге үлкен рахмет. Мынау осыншама білім бергендеріңізге, сіздердің арқаларыңыз әйтеуір. Енді айтар тілегім мынау класстар отыр, қыздар отыр, мынау жан-жақтан қыздар келіп жатыр дегендей, оларға айтарым, жақсы тілек тілеймін, семьяда бақытты, әлі уақытта тату-тәтті туа өмірлеріне тілектеспін. Ағайлар, апайлар, жолдастар, қыздар, барлықтарыңызды бүгінгі мына салтанатты мейрам, үлкен мерейтойларыңыз құтты болсын. Мына жігіттер айтып жатыр ғой, қыздар 20 жыл бұрын мектеп бітіріп шығып едік деп, бұл да бір үлкен бір азаматтың өсіп жеткен күніменен тең ғой. Енді осылардыға жасаған еңбектеріңіздің, бейнеттеріңіздің зейнетін көріп отырсыздар. Осы мейрамдарыңыз, ағайлар, апайлар сіздерге құтты болсын. Бұдан да былай осылардың зейнетін көріп, рахатын көріп, қызығына тоймай жүре беріңіздер. Соған бізде бір кісіде атсалысамыз деп уәде береміз. Және де мына бір үлкен тойда бұрын кездеспеген осы жолдастарымызбен, қыздармен танысып жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Бізден бір тілек, бұдан да тойымыз тойғыласып, жақсылық көбейе берсін. Бір кісідей, бір жағадан бас, бір жеңнен қол дегендей, осылай ұйымдасып, жұбымыз жазбай жүре берейік. Сондай тілектес. Мен ұстазым Нұрбай. Құрметті мына осы жиынға жиналып отырған қауым, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Бұл мына ұстаздар қауымына өте үлкен мереке, себебі 10 жыл бойы білім нәрімен сусындатқан оқушыларын үлкен сапарға аттандырады. Ал мына мектеп бітірген шәкірттерге де бұл өте үлкен қуаныш, себебі қанша жылдан кейін, 10 жыл, 20 жылдан кейін бастары қосылып отыр. Не деймін, осындай қуанышқа ұласа берсін, деніміз сау болсын. Мен айтқан еді, түсінбей қалдым өзімді ғой. Жаңағы жерде айта кетейін, бүгін қазір берейін деп отырмын. Официально айтып берейін деп отырмын да. Әлімқа бүгінгі осы дастархан жайылып отырған аула, осы шаңырақ бүгінгі Әлімхан мен Айшаның шаңырағында отыр. Сондықтан бүкіл класстар атынан, бүкіл осында отырған қонақтарымыз атынан барлық жақсылықтың бәрін тілей отырып, осы Әлімхан мен Айшаға рахметімді айтқым келіп отыр бүкіл класстардың атынан. Қазір офидің хозяйкасы сөйледі Айша. Құрметті ұстаздар қауымы, және де мына 20 жылдық түлектер келіп отырған бүгінгі дастарханымызға, алдағы уақытта осындай кең дастарханның басында осындай қызықшылыққа жинала берейік. Бұдан кейінге тағы да 20 жылдыққа келіңіздер. Әрқашан осындай көңіліміз кең, дастарханымыз кең, осындай дастарханға келіп, жаңағы қызықшылықты тойлай берейік. Ұстаздар қауымына көп рахмет, жаңа уақыттарын бөліп келіп отырғанына. Жаңадан танысып жатқан түлектерге, оларға да рахмет. Мен осы алдағы уақытта барлықтарының отбасыларына амандық тілеймін, жақсылық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Той тойға ораса берсін. Сол үшін алдарыңыз ақылды алып қойын.
адам жанына көп нәрсе керек емес, көңіл ғой тек қана. Осы сондықтан мен айтарым, осы бүгінгі мектептегі жиналысымызда жаңағы бүкіл ауыстыртырдың бәрін басқарып, сонша тамаша өткен, осы футболда да жаңағы өзін көрсете білген арамыздағы бүгінгі тамадамызға бәріміз бір ду қол шақалап сақылап қойшы. Барлығы айтады, ол ешкім ешкімге жасырамайды. Сондықтан бүгін тағы да бағана мектепте тамаша өткізді. Бүгін де осы отырысын тағы да тамаша аяғына дейін өткізіп береді деген барлығымыз үміттеміз. Нұрекең үшін тағы бір ду қол шапалақ, одан кейін өзіне бір ауыз тілегін сұраймыз. Ішіп кетейін ба? Сіздің бүгін мойныңызда өте үлкен класстастардың жүгі тұр. Сондықтан сіз қанша ішсеңіз де бәрі мас болмайсыз бүгін. Әй, менің ішкім кеп. Ал енді құрметті ағайлар, сіздерді бүгінгі мейрамдығыңызбен қатты құттықтаймыз. Өйткені егін екті, соның жемесін көр деген бар. Абай ағамыз айтқан, Абай атамыз айтқан, мына беткен еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей деген бар. Соған байланысты сіздер еңбек етсеңіздер ерінбей, тояда қарындарыңыз тіленбей. Ал енді бірақ кімге еңбек етесіздер, сонда ойлану керек негізі. Ал енді қалай еңбек етесіздер, оны өздеріңіз білесіздер. Ал көңілдеріңіз әрқашанда көтеріңкі болсын. Мынау енді 20 жылдыққа бәріміз кездесіп отырмыз, бәрімізде көңіліміз көтеріңкі болсын. Бір-бірімізді көріп, шүйкелесіп, көңілімізді көтеріп, бір-бірімізге қарап шымыңдасып, тіпті жаңағы кейде жаңағы бір келіншегін көрмеген